Сонымен медеудегі баспалдақ шығып көрейік енді. Бүгін 22 қыркүйек 2024 жыл. Шамам келе ме келмейме, өткені көп болды бұны бұған шықпағалы. Қарайтын аса ештеңе жоқ. Өзім үшін жазылған видео. 30-да орда бұзбаған, 40-та 40-ға шығамайды деп бекер айтылмағансыз ғой. Қараңғы ба, егерде күндіз болса, кішкене ыңғайлы болар еді. Көруге бір нәрсе болар еді. Мына жерде ештеңе көре алмайсың. Ақырында осылай өмір деген тау сияқты еді ғой, кейде Мопассан. Шығу қиын, бірақ түсу оңай. Бұл өмірде өшу оңай, өсу қиын. А? DJI Pocket. Сондай камера ғой. Так, пульсқа қарау керек. Егерде 120-дан асатын болса, онда бауыр деген кәдімгі ауырып қалуы мүмкін. Сол себепті 120-дан асырмауға тырысу керек. 114. Жоғары көтерілуге болады. Бірақ төмен түспеген дұрыс, өткені бұл адамның тізесіне тікелей әсері бар. Қараңғы, түк көрінбейді. Күндіз келмегенім ай деп ойланып келе жатырмын. Балам деп отырды ғой сен. Жаққа барам десе, ойса айтты деп ше. Оған несін айтам десе, барасың деп айтқызын деп. Пульс көтерілген жоқ, жақсы. Жалғастыра берейік. Сөйлеуге ыңғайсыз, өткен пульс аптыға ба, ентігіп сөйлеген ыңғайсыз әне.
осылай денсаулықты тексеріп тұру керек. Онсыз болмайды. Байқамаймыз ғой. Көп нәрсені әлі мықтымыз деп ойлаймыз. Шын мәнінде осындай бар болғаны 1100 баспалдақ па қанша? Соған шығу деген кәдімгі еңбек болады. ертең бағат oldu. Bunu anlamak gibi. Ve что-то баланın iyisi çıkacak. Едем, алайықшы. Я ни разу так не сходила. Пытаешься вести себя женство. Делай минут, плоский.
Просто у нас... Да. Последний выгород. өздерің шығып бірақ оны бөлікті көтеріп сайба баздарды қойып ля ана кустан ультасын кере салды займа ұстап аласың наливает. Левый? Вообще Алматыныкі не ғой? 15 минут екен ғой. Е-мае. 15 минут екен. 2024 жыл 22 қыркүйек. Медеу. Жоғарыда шымбұлақ. Бірақ оның көрінбейді, қап-қараңғы. Адамдар ішіге жиналады. Әжене түк көрінбейді. Себебі қараңғы ғой. Күндіз келу керек, сонда ғана бір нәрсе көрінетін болады. Бұлай түк көрінбейді. Ренжімеңіздер.